Қуатты Қазақстан қуатты өңірлерден, қолдауы мығым ауылдан басталады. Ауыл біздің кіші отанымыз, тамырымыз, тарихымыз, тірегіміз. Соңғы бір айда ауыл партиясы бүкіл елмен бірге үлкен саяси жолдан өтті. Бұл мыңдаған кездесу, миллиондаған азамат, мыңдаған шақырым жол. Ең бастысы халықпен тікелей әңгіме, елдің үні мен сенімі. Бір ай ішінде ауыл партиясының сайлауалды штабы еліміздің барлық өңірінде түрлі форматтағы 4000-ға жуық республикалық және өңірлік іс-шара өткізіп, 1,5 миллионға жуық сайлаушыны қамтыды. Партияның 400 мыңнан астам мүшесі мен жақтастары ортақ мақсат жолында жұмылып, елдің түкпір-түкпірінде белсенді жұмыс жүргізді. Біздің өкілдер еліміздің 195 ауданындағы 2160 ауылдық елді мекенге барды. Қалаларда да, шалғай ауылдарда да халықпен жүздестік. Еңбек адамдармен, шаруалармен және фермерлермен, диқандармен, ветеринарлармен, ғалымдармен, жастармен, кәсіпкерлермен, қоғам белсенділермен және түрлі сала мамандармен кездестік. Біз сөйлеу үшін ғана емес, тыңдау үшін бардық. Уәде беру үшін ғана емес, елдің нақты мәселесін білу үшін бардық. Сайлауалды бағдарламамызды әр азаматқа жеткізу үшін ауқымды ақпараттық жұмыс атқарылды. Ел бойынша 700 мың үгіт баспа материалдар дайындалып таратылды. 400-ден астам билбордтар мен LED экрандар арқылы сайлаушыларға партияның бастамалары мен ұсыныстары жеткізілді. Бағдарламамызды кеңінен таныстыру мақсатында еліміздің түкпір-түкпірінде форумдар, акциялар, канвасингтер, қоғамдық қабылдаулар, кездесулер, ашық дебаттар мен тікелей эфирлер ұйымдастырылды. Ақпараттық кеңістікте 600-ден астам материал жарияланып, партияның цифрлық платформалардағы мазмұны күн сайын 300 мыңнан астам бірегей пайдаланушыны қамтыды. Теледебаттарда да ауыл партиясының өкілдері ел алдында өз ұстанымын ашық айтып, бағдарламамызды қорғап, халықтың көкейіндегі мәселелерді көтерді. Бірақ осы бір айдың ең үлкен нәтижесі сандар ғана емес. Ең үлкен нәтиже бірлік. Партия мүшелері, кандидаттар, жақтастар, жастар, белсенділер, өңірлік филиалдар мен штабтар бір үйдің, бір ауылдың баласындай жұмылып жұмыс істеді. Біріміз жолда болдық, біріміз халықпен кездестік, біріміз ақпарат тараттық, біріміз штабта еңбек еттік. Бірақ бәріміздің мақсатымыз бір болды. Бұл науқан ауыл партиясының ұйымшылдығын, еңбекқорлығын және ауызбіршілігін көрсетті. Біз үшін бұл сайлау бір айлық науқанмен аяқталатын жұмыс емес. Бұл елмен бірге жалғасатын үлкен жол. Өйткені біздің мақсатымыз айқын, міндетіміз анық, жоспарымыз ашық. Біздің мұратымыз ауыл мен қаласы қатар дамыған, еңбек адамы қадірлі, жастары болашағына сенімді, өңірлері қуатты Қазақстан. Біз бір ай бойы Қазақстандар аладық, мыңдаған адамның қолын қыстық, миллиондаған азаматқа өз сөзімізді жеткіздік. Енді таңдау халықтың қолында. Біз біргеміз, біздің күшіміз бірлікте. Біздің тірегіміз халықта. Қуатты өңір, қуатты Қазақстан. Гүлденсе ауыл, гүлденеді еліміз. Бюллетенде нөмір 5 ауыл партиясына дауыс бер.